Hello guys, how are you? I would like to introduce for the summative assessment for the second term for third grade. Now there is given reading task and match the Kazakh words with English words from the text about family. This is Rose, she's 10. She has got a big family. Бұл Роза, ол 10 жаста. She has got a big family. Оның үлкен жанұясы бар. She has got a dad. Оның әкесі, a mom, анасы, 2 sisters, 2 әпшесі немесе сіңлісі, two brothers, 2 ағасы, a granny, әжесі, and a granddad, және атасы бар. This is her dad. Бұл оның әкесі. His name is Sam. Оның аты Sam. This is her mom. Бұл оның анасы. Her name is Liz. Оның есімі Лиза. These are her sisters. Мыналар оның әпкелері. Their names are Pam and Lolly. Олардың есімдері Pam and Lolly. These are her brothers. Мыналар оның ағалары. Their names are Tim and Bim. Олардың есімдері Tim және Bim. This is her granny. Бұл оның әжесі. Her name is Susie. Оның есімі Susie. This is her granddad. Бұл оның атасы. His name is Tom. Оның есімі Tom. Енді астында мына жерде сөздік берілген екен, осы сөздерді аударып көрейік. Онды біз 10 дейміз. Отбасын біз family дейміз. Ал атаны granny. Granddad, sorry. Әже, granny. Granny, әпке, sister. Ал көпше түрде болса sisters болады. Okay, next task, writing. Next task for writing. Write the words to the pictures. Сөздерді оқыңыз және астарына біз сәйкестендіруіміз қажет. Okay. Жоқ, әр сурет мамандықтың өзінің астында суреттері берілген. Vet, мал дәрігері, baker, аспазшы, firefighter, өрт сөндіруші, doctor, дәрігер, chef, повар, police officer, полиция қызметкері. Okay. Так, жарайды, осы мамандықтарды өздерінің тұстарына жаза қоярсыздар. Келесі тапсырма. Task 3. Match the preposition with the pictures. Төмендегі сөздермен prepositionдерді, яғни предлогтарды сәйкестендіріңіз дейді. Бұл жерде сәйкестендіруге берілмеген екен. Бірақ біз мына жерге оның аттарын жаза аламыз. Так, екі заттың ортасында тұрған кезде біз between деп қолданамыз. Between, ортасында. Жанында келген кезде next to. Ал жоғарғы жағында болса above. Above немесе over. Енді бізде мына жерде above сөзі дұрыс келеді. Ал достар, сабақ пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк қоя кетіңіздер. Келесі кездескенше. See you soon. Goodbye.